проблема менде омыртқа грыжасы болды. Мен бір емес екі рет операцияға түстім. Ол жылдар 2006 және 2007 жылдар болатын. Мен жүруден де қалдым. 2,5 жыл еңбектеп жүрдім. Соның ішінде 9 ай мен кәдімгі робот сияқты болып жаттым. 2 операциядан кейін, 2 айдан кейін нейрохирургқа барған кезде сіздің барлық қалған омыртқаларыңызда грыжа пайда болған деді. Оның бәріне сізге қайтадан операция жасап керек емес. Неге? Өйткені сізде спинномозговой сосуд жарылып жатыр. Спинномозговой сосудтың жер бетінде емі жоқ деді. Сал болып отырасыз деді. Инвалидностьке шығарды. Барлық емнің барлығы қандай түрі бар, бәрін тауысқанбыз. Маған осы өнімдерді ұсынған кезде мен ойлағанмын, неге врачтар осы өнімді ұсынбайды деп. Шынымен нәтиже болатын болса ұсыну керек қой деп сөйтсек, біз білмейді екенбіз. Бұл батыс медицинасы бір бөлек екен де, шығыс медицинасы бір бөлек екен. Ал енді менің жаңағы грыжамнан қайта-қайта операцияға түссем де, қайтадан тәуір болмағаным былай тұрсын, жағдайым өте қатты нашарлап, одан да жаңағы ауыр деңгейге барып жатырған себебі ол біз оның туындау себебі қайда жатыр, оны мүлде болдырмаудың жол бар ма деген нәрсені біз іздестірмейді екенбіз. Ал енді медицина толыққанды менің үмітімді үзіп бергеннен кейін барып мен осы өнімдерді қолдандым. Сол кезде менің қолданғаным мінекей мынау біздің керемет ғажайып белдігіміз. Бұған жер бетіндегі сөз қорымызды тауыссақ та бұған жеткізіп әңгіме айта алмаймыз шын мәнінде. Содан кейін тоқшек шайы, бауыр шайы, кальций, мінекей 2,5 қорабын 13 суткада мен тауысып қойдым. Одан кейін емдік сақталынған суымыз бар, тобықтығымыз бар, мінекей трусыйымыз бар. Және мен шапка, перчатканы міндетті түрде қолдандым. Маған ұсынған, өзіме кеңес берген ұстазымның барлық несін түгел қолдандым. 66 тамырының анасы табанда, алақанда, барлығы миға барып тұрақтайды. Біздің организмімізде механизм екенін түсіндіргеннен кейін. Енді насаңыздар, 13 суткада өзім орнымнан тұрып аяғыма міндім. Осылайша 43 күн дегенде ешқандай да денемде дерт қалмады. 44-ші күні көшеге шығып шапқылап кеттім. Сондықтан бұл өнімдерге кім қолы жетеді, тек ұстап алып айырмау керек.